Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін баклажаннан дәмі ерекше, жасалу оңай, қолжетімді заттардан тұратын өте дәмді салаттың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде менің YouTube парақшама тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен баклажанды осылай керек емес жерін алып, қабығын ашимыз. Мен бұны тек бір порцияға арнап жасадым, яғни бір ғана баклажан қолдандым. 2 баклажан қолдансаңыздар болады. Мен жасаған рецепт бойынша бір тарелка, яғни кішірек бір тарелка шығады. Осыны дәл видеодағыдай баклажанды кесіп аламыз да, үстіне 500 мл салқын суымызды қойып, үстіне 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып, жарты сағатқа қалдырып қоямыз. Сонда баклажанның қышқылы кетіп, әдемі болып шығады. Яғни енді жарты сағат өткеннен кейін осының қазір суынан тазартып аламыз да, мен осындай матаға салып, кептіріп аламын. Яғни менде салфеткам тасыл қапты, салфеткаге кептіріп алсаңыздар да болады. Енді баклажанымыз кепкенше қазір соус дайындаймыз. Осындай болгарский перец тәтті бұрышты ішін тазалап аламыз. 2 түрлі түсінен қолдансаңыздар да болады. Менде бір ғана түсі болғандықтан осы түсін жақсылап видеодағыдай 4 бөлшектеп турап шығамыз. Болгарскийіміз турап болғаннан кейін енді кинза осының жартысынан сәл азырағын алып, бұны да майдалап турап шығамыз. Кинзамызды турап болғаннан кейін бір сарымсағымызды алып, жақсылап жуып тазалап, осыны езіп, қазір соусымызға саламыз. Енді чесногымыз дайын болды. Енді осындай әші чилиді де ішін жақсылап тазалап жуып алдым. Ішіндегісін алып тастадым, қыздар қатты әші болып кетпесін деп, осыны да майдалап турап аламыз. Бұны да турап болғаннан кейін осы соусымыздың үстіне бір ас қасықтай майды қатты қыздырып алып қосамыз. Одан кейін соевый соус қосуды ұмытпаңыздар, 2 ас қасық қостым. Енді баклажанымыз кепкеннен кейін осылай кукурузный крахмалға бір ас қасық немесе 1,5 ас қасық қосып жақсылап аунатып аламыз да, майға орташа отта қазір қызартып қуырып аламыз. Аз-аздан салып қорсаңыздар да болады. Әрқайсысын сонда арасы жақсы ашылады. Мен осының барлығын қосып қуырып алдым. Мінекей үстіне соусты құямыз. Соевый соустарыңыз аз болса, үстіне тағы қоссаңыздар болады. Яғни тағы да мен бір ас қасық қостым. Одан кейін кунжут себеміз де араластырамыз. Кунжутное масло сепсеңіздер де болады. Менде ол болмағандықтан осының өзіне өте дәмді болып шығады. Қыздар, жасап көріңіздер, міндетті түрде өте оңай жасалынады, әрі дәмді болып шығады. Ал қыздар, рецепт ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әлі талай күшті рецепттермен бөлісемін. Баршаңызға ас болсын.